Забегай, Айбек! Ты определился с выбором? Была не была. Дима. Насколько хорошо развита ваша интуиция? Была не была? Нет. Иногда от нее зависит многое. Готовы ли вы к удачной сделке? Удачная сделка. В пятницу в 18:00 на телеканале Хабар. Бірақ бір қызығы, үміткерлер тек қана сіздерге келмейді, білесіздер ғой, өткенде мерейге келіп, қатырып барлығымызды, өзі де таң қалып қалған еді. Қалай болып жатыр екен жағдай? Өзінен білейік, мерей келіңіз. Рахмет. Әдеттегіде ерекше голдбенд. Мерей, қалайсыз? Жақсы, шүкір, өздеріңіз қалайсыздар? Шүкір, аман есен, жақсымыз. Кездесу болған шығар. Кездесу болды. Осы моментті пайдаланып бір өзім айтарымды айтыңыз. Барша мектеп бітіруші түлектерді шын жүректен құттықтаймын. Ой, қандай керемет. Және де биыл менің жылым 92-ші жыл 10 жылдық болып жатыр бізге. Осы моментті пайдаланып отырып, барша менің достарымды, сыныптастарымды шын жүректен құттықтаймын. 10 жылдық құтты болсын. Бізге тәлім тәрбие берген мұғалімдерімізге, баршаларыңызға көп-көп алғысымызды айтамыз. 10 жылдық құтты болсын. Сонымен кездесуге оралсақ, Баянмен таныстық қалай жалғасын тауып жатыр? Таныстық жақсы өтті, кездестік. Өзін шақырсақ? Өзін шақырайық. Баян, келіңіз. Қалыңыз қалай, амансыз ба? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, рахмет, сізді көріп қуанып отырмыз. Өзінен де сұрап жатырмыз, Мерейдің таныстық қалай жалғасын тауып жатыр деп, барлығы ойдағыдай ма? Иә, жақсы. Қайда бардыңыздар, мүмкіндік болды ма? Кездесу жұма күні болған жоқ. Жұма күні өзіміздің себептерімізбен, әркім өзінің жұмыстарымен кетіп қалды. Мен де өзім студияға кетіп деген сияқты қолым босамады. Сенбі күні кездестік. Әдеттегідей, енді жігіттер қыздар баратын жақ, Арбатқа барып, кездесіп, біраз жүріп, әңгімелесіп, бір-бірімізді танып, жақынырақ таныстық. Өте жақсы қыз, өте тәрбиелі, өз-өзін ұстауы, обществода. Өте жақсы қыз. Ешқандай вредный привычкасы, онда ештеңесі жоқ. Сол, жақсы қыз. Көмекшілерім айтып жатыр екен, сол кездесуде түсірілген бейне таспа бар екен, назар салсақ дайын ба? Әдетте бәрі тәтті бәрі басында, уақыт өте кете буы қалады басылап. Бірақ өзгеше ерекше бөлекше біздің жай, себебі сиқыр көпір бар арада расында. Түсініп ал, сезініп ал, менімен болады өмірің бал. Қабылдап ал, ұғынып ал, бұл жолы айтқаным келеді дәл. Себебі екеумізге не керегін білемін, алыстамай сондықтан жанымда қал. Қандай күшті, қайда бардыңыздар? Мен танымай қойдым, қай жер бұл? Арбаттың бойы, енді қазір ұзын қып салып тастады ғой енді. Күшті, біз білмейтін жерлері бар екен Арбатта, көп бармағанмын. Енді карантинге байланысты аса қатты шыға берген жоқпыз. Қарасақ, бір күшті жер тұр екен, сол жерге барып, светтер, жарықтар жанып, күшті, жақсы жер екен. Сол жерде жүріп, біраз қайттық. Сол моментте жақта жүрген қатысушылар? Олжас бауырымызды, және де тағы да экс қатысушылар, соларды көріп, бір-бірімізбен көрісіп, күшті бір кездесу болды аяқ асты. Олжас жалғыз жүрмекен, Дианасы бар ма қасында? Дианасы бар ғой жанында, Енді бүгінгі бағдарламада талқылайтын боламыз. Әрі қарай не болды екен, Олжас пен Диана қосылды ма, қосылмады ма, Сондықтан экраннан алыс кетпеңіздер. Жаңа мен байқадым, суретте қасыңызда сіздің достарыңыз ба? Менің досым, және Баян өзінің құрбысын алып шыққан болатын. Енді
кішкене бір-бірімізге 2-2 болып шықтыңыздар ма? Демеу болсын деп. Сөйтіп шығып, біраз қыдырып, әңгімелесіп, бір-бірімізді біліп, танысып, қайттық. Солай? Түсінікті. Баян, сіз өзіңіз қандай әсерде болдыңыз? Мен бақыттан баспай қалды деп. Енді өзінің ұнатқан адаммен жүру деген ол енді керемет қой. Алдында өзі айтып өтті, 1,5 жыл бойы жаздым деп, енді аңсаған арманына жеткен керемет қой енді. Бірақ мен жаңа байқап қалдым, сіз кіріп келген кезде Мерей, сіз тұрмадыңыз. Біз әдеттегідей жаңағы келетін қонақтарымызды күтіп алып, кейбір жігіттер қыздардың бетінен сүйіп отырғызушы еді. Шыны керек, мен енді мына жерде отырмағаннан кейін бір аса онда қатты мән бермедім, өзім қобалжып отырмын мына жерде, шыны керек. Мен ана жақта отырған бір бөлек, мына жерде отырған вообще бір бөлек та. Сол бүкіл камера бәрі қарап отырғаннан кейін бір қызықты. Енді потеря болып отырмын. Бірақ бәрі дұрыс қой, бәрі дұрыс. Айтпесе деген кейбір кісілер тұрмаған кезде біз басқаша ойлап қалушы едік. Жоқ, бәрі дұрыс. Қызға деген ешқандай претензиям, ештеңем жоқ, бәрі жақсы. Сол. Баян, сіздің енді ойыңызды білейік. Сіз үшін қалай өтті? Енді жақынырақ танысуға мүмкіндік алдыңыз. Инстаграмда бір-біріңізге жазған бір бөлек, көріп, тілдескен бір бөлек, иә? Иә, Мерей өте жақсы адам екен. Танысып білдік, өте қарапайым, өзім сияқты, өзіме жаныма сондай жігіттер ұнайды. Қарапайым, негізі прикольный деп па? Қалжыңбас па? Қалжыңбас екен, күліп, қайта-қайта күлесің қасында. Сөзді өзі алып кетеді. Маған скучно болған жоқ. Жақсы жүріп қайттық. Мен қуаныштымын негізі танысқаныма. Әдетте бірінші кездесуге 2-2 болып шықпаушы еді ғой, кішкене бір-бірін тану үшін, неге бірге уақыт өткізбеске? Жоқ, біз разна-раз шығатын едік. Просто енді видео түсіру керек деген сияқты сондай нәрсе болғаннан кейін суретке түсіңдер деп енді осы жаққа шығару үшін айтып жатады ғой. Енді содан кейін досымды алып алдым, және де мен өзім жаяу жүрген адам болғаннан кейін кішкене ары-бері қозғалуға да қазір ыңғайсыз. Дос балам машинесі бар, сол кішкене көмектесіп дегендей жанымызда енді бір-бірімізге демеу болдық деген әңгіме ғой. Олар өзінше бөлек жүрді, біз екеуміз өзімізше бөлек әңгімелесіп, жақынырақ танысып, бөлісіп жүрдік. Сондай жағдай. Өткенде Измир кездесуге барған кезде біраз күдікпен қарап еді Айгүл ханымға. Бәрі мінсіз, бәрі керемет, кішкене бір ойланатын дүние бар екен деп. Сізге Баян қалай көрінді? Түсінікті болып көрінді ма алғашқы кездесуде барлығы? Иә, Баянды өзім енді осында 3 жыл бойы отырғаннан кейін неше түрлі адам келеді. Бір жағынан кішігірім психологта оқып қалдық қой өзіміз. Былай сырттай білесің, адамның түрін несін араласа келе уже Баянды бір 50%, 60%-ке білдім. Өте жақсы қыз, ешқандай жаманшылығы жоқ, өте ақкөңіл қыз. Көбісі айтады екен, суретте кішкене такой стервозный деп, жаңағы өзінше деп сөйтіп айтады екен, бірақ негізі өте ақкөңіл, өте қарапайым, бірандай пафос деген ештеңесі жоқ. Таза қарапайымдылықты көрдім. Түсінікті. Олай болса қазір жарнамадан кейін білетін боламыз. Мерей мен Баянның қарым-қатынасы жалғасын таба ма, жоқ па? Бізбен бірге болыңыздар. Эфирде бір болайық жобасы біз жалғастырамыз, және жарнамада жаңа билеп тұр едіңіз, билей бермедіңіз бар қарай. Биледім ғой. Енді Голдпенттен кішкене алыс тұрсам да жақындығымды көрсетіп десең. Рахмет, Баян. Сіз біздің бағдарламаға келген кезде өзіңіздің құпияңызбен бөліскен болатынсыз. Қателеспесем айттыңыз, тұрмысқа шыққаныңызды, және осы жайында көпшілік біле бермейді деп айтқан едіңіз. Жұмыстағылар да білмейді дедіңіз. Енді бұл бағдарламада құпияңыз ашылғаннан кейін өзіңіз білесіз, желіде таралып кетті видео, көп кісілер қарап үлгерді. Жалпы бұл жобадан кейін өзіңізге хабарласқан, таңғалып жатқан кісілер көп болды ма? Болмады. Болмады, вообще болмады. Ешкім еш нәрсе айтпады ма? Ешкім ештеңке деген жоқ. Даже туысқандарым да мен білмейді. Бір болайықта жүргенімді. Вообще маған ешкім хабарласпады. Мен ойладым да, енді осы жерде айтылғаннан кейін таңғалып хабарласып жатқан адамдар болды ма деп.
Енді Мерей, сіз Маған сол хабарласқандар мәселеге болды деп. Маған хабарласқандар болды. не деп айтып жатыр? жазып жатыр. Бәрі жазып жатыр. Ойбай, үміткер қабылдамайтын адам, неге қалайша үміткер қабылдап қалдың деп. Сондай әңгіме болды. Енді бәріне түсінікті қылып айтқан сияқтымын алдыңғы бағдарламада келген кезде. Адам келгеннен кейін бетін қайтарған тоже дұрыс емес. Қыз баласының көңіліне тиеді. Сол жағынан кішкене қиын болмасын деп қыз баласының көңілін қалдырған жоқпын. Жақсы түсінікті. Енді кішкене даусыңызды шығарып, әндеріңізді керемет айтасыз ғой. Осы жерде де бүйтіп жақсырақ даусыңызды шығарсаңыз. Біз микрофон былай ұстаймыз ғой деп. Бүйтіп жақындатып қойсаңызшы онда. Бүйтіп ұстап отыр. Алан, сұрағыңыз бар ма? Рахмет, Ана ханым. Қош келдің, Баян. Жаңағы өзінің өмірін айтып жатыр ғой, батыл қыз екенсің. Және осы үйде жатқан кезде көрдім, бүкіл мереке келген басынан бастап көрдім. Және өзің айттың, бірінші жаздым деп. Және жаңа айтып отырсың, жаңа бақыттан басым айналды деп ше. Менде болған бір ситуация, мысалы айтып кетейін. Маған жаңа жазатын, сонымен сөйлесе бастадым. Ол жаңа жанкүйер дейді ғой. Қатты сені жақсы көреді да, андай минустарын бәрін қарамайды. Мен мысалы бірінші көрген кезде сондай ма деп ойлап қалдым, жанкүйер ме екен деп ше. Соған сұрақ қойып отқаным ғой, мысалы. Енді қате айтсам үзерсің. Солай көрінді басында. Сен мысалы Мерей енді неде жүр ғой? Жаңа эстрадада жүр, өлең айтып жүр, елдің көзінше жүр. Көп адам біледі, мысалы. Фанаттары бар өзінің деген сияқты. Сен сол фанаттардың қатарына кіресің бе? Мен Мерейді жігіт ретінде ұнатып келдім. Ал егер творчествосына келетін болсақ, маған дауысы қатты ұнайды өзінің. Сол өлеңдерін қараймын ғой, қалай? Жанды дауысты айтады ғой. Сол өзі ұнайды жігіт ретінде. Өзіңізге жеке ән айтып берген жоқ па, Баян? Кездесуде? Әлі айтпады деп па? Қолқа салып көрсек қалай болады екен? Өзіңізді тыңдасақ. Осындай жаман да, бүкіл достарымыздың арасында да осындай бір болады да. Содан кезде потеря боласын, өлең жоқ. Не айтам деп отырасың да. Иә, мына жерде жігіттер, қыздар бар, барлығы қолдап отыр. Ал, қыздар, жігіттер, қолдау көрсетіп жіберсек, иә? Қандай ән таңдаймыз? Білмеймін. Жоқ, ол емес, сөзін білмеймін мен. Ана жерге барып айтсаңыз да болады, өзіңізге қалай ыңғайлы, сол жерге тұрып айтсаңыз да болады. Жоқ, бұл емес. Не деген көп ән деймін да? Ол бірден айту не емес та, жарайды. Импровизация. Баян, сіз үшін. Рахмет. Сразу танайсыз бе? Жеткізсем екен өзіңе қалай арнаған саған тілегімді төгілген сенің көзіңнен арай елітіп оятқан жан жүрегімді үліп тәп-тәттім таң болаттым аламаттым махаббатым сенен таптым мен сені шын сүйемін жүректің дүрсіледі әні боп махаббатымның жүрші мен саған шын ғашықпын көруге күн де асықпын өзіңмен бақыт дегенмен шын ғашықпын
Ой, рахмет. Рахмет үлкен. Әйтеуір терлеп тұрып айттыңыз ғой. Жоқ, просто ыңғайсыз жағдайға қалдырып қойдыңыздар да. Мен бір қызығы, өлең негізі мен сені шын сүйем деп айтып жатқан ән ғой, енді ондайға әлі ерте болып тұр да. Бұл ән болғаннан кейін айттым. Елдер ойлап қалмасын, ойбай, Мерей басы айналып қапты ғой уже деген сияқты сондай нәрсе болмасын дегенім ғой. Жоқ, бір қызығы, Баян келер алдында сіз тура осы әнді орындағансыз. Негізі бұл просто бұл жаңағы менің тексттердің арасында бірінші тұрған ән болып тұр ғой. И бұл әнді Шәмші бізді жақсы көреді да ойнағанды. И бұл ән өзіме де қатты ұнайды. Бұл жерде Шәмші кінәлі бәріне, өткенде Олжас айтқандай. Қайтадан ба? Қайтадан Шәмші кінәлі ма? Шәмші кінәлі. Бұл жерде шыны керек, оны екеу кім Олжаспен как раз екеу ұрысып қалған кезде ғой. Сол кезде екеуін қосу мақсатында айтылған ән болатын да бұл. Сол кезде айтылған ән, и сол моменте маған өткергеннен кейін енді бұл не болып қалып тұр да жаңағы. Сондай өші. Көзіңіз алдамайды бәрібір. Рахмет, үлкен керемет орындау болды. Меніңше Баян көңіліңізден шықты ма? Иә, әрине. Сіз үшін арнайы. Көп. Иә? Олжас? Қош келдіңіз. Саламатсыз. Баян ба? Баян. Мен кеше жаңа видеода айтты ғой, енді бірге кездесіп қалдық. Біздер жаңа өзіміз баяғы экс-участниктермен бәріміз сондай бір кездесіп қалдық та, сол кезде Мерейтте көріп қалдық. Мен сол кезде бірақ сізді танымай қалыппын. Мына жерде қазір түріңіз вообще басқа да, бірақ далада вообще басқа ғой. Соған қарай миық ауыстырып шығасыз ба қалай? Мен ойлап қойдым, сол Мерейге айтуға ұялдым енді, бірақ мен Мерей ренжімеші, құрдасым ғой, мен бүйтіп ойладым, мен мына бала жынды ма, гайквасын басқа қызбен жүр ма деп сондай ой кетті да. Оказывается, жаңа қыз екен ғой. Баян. Енді Мерей саған сұрақ қойғым келіп отыр. Енді мына жерде бірінші рет отырсың ғой, жаңа Баян келген кезде жалпы ата-анаң не деп жатыр? Бұлай енді сөйлескен шығарсың деп ойлаймын. Енді апасы сұрақ қойып жібердім ау. Негізі сұрағың орынды, Олжас. Конечно, орынды. Просто жұмадан бері ата-анаммен сөйлесуге уақыт болмады, шыны керек. Жұма күні ата-анама звондап көрдіңіздер ма деп бір хабарласқанда, балам біз туған күнде отырмыз, сөйлесе алмаймыз деп кеш болып кетті да, сонымен сол күні сөйлесе алмадық. Сенбі күні Баянмен кездесіп, ол кезде де ата-анаммен дұрыс сөйлесе алмадым. Кеше де жұмыстарым болып, сөйтіп кішкене жүріп қалдым. Тағы да сөйлесе алмадым. Және бүгін ұйқыдан тұрып не істеп жатсам, мамам звондап, хабарласып, балам қалың қалай, жағдайың қалай, жақсы ма деп. Сол моментте әкем де жұмыстан түскі ас ішуге келіп қалды. Сол кезде сөйлесіп, әңгімелерін айтты. Ой, бұл балам кәдімгідей үміткер қабылдайтын болып кеттің ғой, бұл тірлігің не деген сияқты. Шегірім қарсылықтар болып деген сияқты сондай нәрселер болды. Енді эфирде мен бұл жерде жұп іздеп отырған жоқ болғаннан кейін әкем кішкене бүйтіп басын шайқап, балам деп өзінің бір недовольствосын айтты. Шыны керек, оны Баян білмейді негізі. Сондай болды, оны біз өзіміз жеке шығып отырып сөйлесуіміз керек болып тұр да. Сол мәселе болып тұр. Бірақ бәрі дұрыс. Сол кішігірім мәселе сол ата-анаммен болып тұр. Сол жағын. Енді оны өзара шешесіздер. Шын мәнінде көпшілік әртүрлі ойлап қалуы мүмкін ғой. Қайталап айтқымыз келеді, өткенде Мерейде айтқан болатын, бірінші және соңғы қабылдауым деді. Өткені бұл жерде бұл кісі жұмыс істеп жатыр, сондықтан басқаша ойлап қалмаңыздар, бір әдейі жасалып жатқан дүние емес. Ол Баян келгісі келді, өтініш қалдырды, бірақ енді қатысушы болмаса да жарайды дедік. Енді бұдан былай біздің қыздар мен жігіттерге емес, қатысушыларға келсеңіздер деп айтқым келіп отыр. Жанерке, қолыңызды көтеріп отырсыз бағанадан бері. Баян, сәлем. Менің сұрағым Мерейге бар. Енді алдында Баян айтып өтті ғой, 1,5 жыл бойы жазғанмын. Жалпы енді екеуі сөйлесіп жүрген Инстаграмда. Мерей енді мына жақта болмаса да өмірде өзінің екінші жартысын іздеп жүрген бойдақ жігіт қой. Сондықтан Мерейге айтарым, мысалы, қызбен сөйлескен кезде любой жігіттің ойынан қыз шығатын болса, кездесуге шақырады да. Ал екеуі өмірде кездеспеген. Демек, сенің ойыңнан шықпаған ба бұл қыз? Не үшін кездесуге шақырмадың?
Шыны керек, сәтті түспеді, шынымды айтайын. Бір болады ғой. Ода жұмыс болса, менде жұмыс болмай, бос болам, ода жұмыс болып қалады деген сияқты. Бір-бірімізге өшім кездесу деген сияқты ондай нәрсе болмады, шыны керек. То мен бос емес, то ол бос емес. Біз шыны керек былай қатты, былай тез сынап, общение ұстап дегенде ондай аса не болған жоқ. Бір-бірімізге қалайсың, жағдайың қалай деп бір-бірімізге жазып тұрамыз. Бірақ енді часто емес та, арасында бір-біріміздің жағдайымызды сұрап, сөйтіп тұратын кезіміз болады. Айта қойыңыз. 1,5 жыл деп айттым ғой, айтып өттім ғой алдыңғы бағдарламада. Бірақ 1,5 жылдың ішінде күнде деген не емес ол. Мен айына 1 рет, 2 рет солай жазатын. Сол моменттің бәрінде 1,5 жыл уақыт өткен ғой. Мен Мерейдің енді негізі бұрынғы қалаулым бағдарламасын мамам көреді. Бірінде, екісінде сөйтіп Алматыға келген кезде мен анашым көріп отқан. Сөйтіп Мерейді айтады маған, мамам айтады ғой, на бала, жақсы бала екен, енді қалаулымды қарағаннан кейін. Сосын мен қараймын да, қойыңызшы деп қоям ғой еще. Бір жағынан мамаға айтам, қарамайды ол маған деген сияқты сөйтіп. Қалай танысам, енді эфирда ғой деген сияқты сөйтіп айтқам. Сөйтіп бір күні бір қатысушылардың арасынан инстаграмнан көріп қалдым да, сөйтіп тіркелдім. Сол 1,5 жыл бұрын. Содан бері қарайым каждый раз. Негізі кездесу дейсіз ба? Мысалы, мен осы жерге келіп отқан себебім, біз сөйлестік, таныстық инстаграмнан, бірақ Мерей маған кездесуге ұсыныс жасамады. Сол себепті мен өзім осы жаққа келдім. Мен білдім, енді, может, мені жіберетін қалайды, көкірегімнен, кеудемнен итеріп, кетіруге өткен жұмыста ғой бұл кісі. Сол себепті сіз дайын болдыңыз, иә? Дайын болдым барлық неге. Жақсы, енді мына жерде Мерей айтып жатыр ғой, ата-анасы кішкене қарсылық білдірген екен, жұмысында жұмыс жасап отырып, үміткер қабылдаған қалай болды деп, сіз анаңызды жаңа айтып өттіңіз. Демек, сіздің осы жерге келуіңіз жайында анаңыз білген болып тұр ғой? Келген күні мен айтпадым. Ал одан кейін? Одан кейін көрді мамам. Не деп жатыр? Ештеңке демейді, жақсы бала, Мерейді жақсы көреді, айтады, осы қалаулымда бір болады ғой, ырбындап, ана қызбен жүріп, мына қызбен жүріп, ондайы жоқ, тәрбиелі екені көрініп тұр. Енді шынымен де солай маған всегда айтатын да, көреді қалаулымды сол кезде айтып отыратын. Содан кейін өзімде көзім негізі түсті, өзіме негізі сондай жігіттер ұнайды. Жақсы, рахмет, Ақерке. Баян, қош келдіңіз. Негізі Баян өте батыл қадам деп ойлаймын. Енді осы кездесу бұйырған шығар сіздерге, өмірде болмаса да. Және де Мерей, саған сұрағым бар. Енді айтып жатырсың, уақыт болмады, кездесуге бір сәті түспеді деп. Жалпы өзің отбасы болуға, үй болуға қанша уақыт керек саған? Мәселен, жұмыс деп жүріп қалған сияқтысың да? Осы жайында айта кетейін негізі. Шыны керек, мен өзімнің жүріп жүрген қызым болды. Біз 3,5 жыл жүрдік. 3,5 жылдың ішінде біз бауыр басып, уже үйленеміз деген қадамға келген уақыт болған болатын. Сол қадамға жетпей, бір жарты жыл қалған кезде, белгілі бір себептермен мен өзім түсінбей қалдым. Не болды, қалай болды? Арамызда бір қарамысық өткен сияқты ма, бір сондай нәрсе болды. Сондықтан біздің отношениямыз болмады, и содан кейін мен уже қазір қыз баласына сенуге деген қиын болып кетті да. И мен өзім білем, өзіме кім керектігін білем. Кіммен сөйлесу керектігін, өзіме ұнайтын, жаныма жақын адамды мен бірден сезем. Менде болды, ол адам кетті, басқа отношения бастау маған қазір қиын болып тұр. И қыз баласының бойынан мен өзіме керек нәрсемді көрмесем, мен ол жағына тоже қиындау болады да. Өте дұрыс, негізі ер азамат білу керек өзіне не керек екен, өте керемет. Мен ойлаймын да, не үшін ол қыз кетті? Енді 3,5 жыл қыз бен жігіттің арасында, көп қызға ол көп уақыт болып саналады да. Қыз бәлкім күткен шығар, сөз қашан салады, қашан үйленеді, бұның үйлену маған ойы жоқ па деген сияқты болып кетіп қалған шығар деп ойлаймын. Негізі өйткені сондай жағдай өте көп кездеседі да, арамызда қыздарда да бар. Ұзақ уақыт ұстап жүріп алады жігіттер, қыз ойлайды, қойш, бұл үйленбейді деген сияқты болып кетіп қалады да. Сондай жағдай болды мүмкін. Ондай жағдай болды. Ондай жағдай
ол қыз білет негізі. Ол қыз білет біздің екеуміз үйленеміз деген нәрсені ол қыз білет. Ол қыз соны біле тұра маған бетіме басып тұрып кетіп қалды. Енді өзінің выборы сол болғаннан кейін мен жібердім. Мен әрқашанда айтам оған, мен саған 3 рет айтам деймін. Мен любой адам баласына мен 3 не айтам. Соңғы нақты шешімің ба деймін. Ол сол кезде үшеуінде де я деді. Солай. Жарайды, жақсы, түсінікті барлығы. Енді қайтадан бізде кезек жарнамаға жетті. Сонымен қарым-қатынасты жалғастырасыздар ма, таныстықты жалғастырмайсыздар ма, оны жарнамадан кейін білетін боламыз. Оған қоса жарнамадан кейін бізге жаңа үміткер келеді. Кімге? Бізбен бірге болыңыздар. Эфирде бір болайық жобасы біз жалғастырамыз, және ортада Мерей мен Баян екеу кездескен, сырласқан. Таныстықты жалғастырам екен, жалғастырмаймы, енді өздерінен біле жатармыз. Мерей, не дейсіз? Біз екеуміз айтатын әңгімеміз бар. Оны Баянға өзіне жеке түсіндіріп, келісіп, әңгімелесіп дегендей ғой. Просто ол өзі спонтанно болып жатқан дүние. Сондықтан өзара сөйлесіп алайық. Әзірше жалғастырамыз деп қабылдайық па? Иә. Әзірше жалғастырады.